жеткізеріміз. Арғымағым алғағарында қуанта түс мен тағы да. Қуанарым менімен сәулет айнай, бірге болсаң қазір жанымда. Жолдар емес ұзақ таусылар, алдымда бар белес асулар. Қалғып бара жатқанда сен түссең еске, ұйқым менің шайдай ашылар. Темір тұлпар бәйгені бермес, көңіл шіркін жеткізеріміз. Темір тұлпар бәйгені бермес, көңіл шіркін жеткізеріміз. Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін шілде айының 17-сі. Біз балық аулауға шықтық. Сышада балық аулап жатырмық, Сайын Шапағатов ауылында. Балықшылардың көбісі осы жерде. Жетібай Другім бар. Сайгак та осы жерде, Қуан да осы жерде. Әлем осы жерде, Саламат осы жерде, жігіттердің бәрі осы жерде. Тағы да 17 километрде де бар біздің жігіттеріміз. Ол жерде кім бар? Серікбай бар. Тағы жігіттердің бәрі сол жерде. Мына жерде жоқ жігіттердің бәрі сол жерде. Мейлі енді ол қарайсыздар ғой. Бүгін тек осы Сайын Шапағатов ауылындағы балық аулауды сіздерге көрсететін боламын. Жаңа бір 2 минуттай музыкамен жолды көрсетіп отырдым. Оны қазір сол жолды қарап көресіздер. Сұрақтарыңыз болады ғой, қай жерде жаке, қай жерде деп. Бірақ мына жерге сеткі қою жоғынан жігіттер. Оны өздеріңіз білесіздер. Сеткі қоюға болмайды мына жерге. Өйткені ауылдың бұл жанында тұр. Жарай, жақсы. Бәрі қарта қараңыздар. Әлемнің шығару. Міне біздің бір балық шығарып жатыр. Міне балық. Әдемі кетір. Алейкум ассалам, әлем. Нормальный балық қой. Нормально. Ал кел, полностью. Ал. Тұқтап қойын, ал. Бірінші балық шығару мен. Әдемі тұртты я? Нормально. Көңілге қалай? Нормально. Күшті ма? Әлем, молодец. Сау бол. Осында түсе берсін. Қармағын қанды болсын. Жігіттерге біздің көрермендерге көрсетіп атқанымыз ғой. Жақсы, дұрыс. Не балық мынау? Көптен түспей еді. Түрлі қап-қара екен, я? Әдемісін. Оларға бәрі ғой. Етке де, нанға да барлығына түсе береді. Түрткені білді ма осы бөчектің? Мөңгірттің? Көрінді кәдім дейді. Мына жерде жатады ғой қазір енді. Сосын кетеді ғой. Давай.
Deniz boş şakta ya. Ketiyor. Köt. Ya tengizi karta gitti varım, sağa karta getir. Mungurt, bıçak. Kettirdim o, şaka görmeyin. Tas sayaktı, men ayağım астына кіріп кеттім. Ayağım астына кіріп кеттім, аш. Күйрегіммен тұрғам. Давай, шық давай. Тас деген сияқты аяқтың астына кіріп жатыр. Жүр, кетсін. Давай, жақсы. Өзің табасың. Құрт кішкентай ма? Кішкентай ма? Жақсы кезіп жатсың ма? Қайтесің? Оны анадан алып құмға араластыру керек, е? Қайтесің? Енді бар мен базар дейміз ба? Баяғыдағындай мына күршектер да үлкен емес, кішкентай. Үнемдеу үшін ғой бәрі, құрт солай ма? Бәрі Алланың қалауымен. Осындай. Бізде тірі жанбыз ғой. Балалық Заманға сай өмір сүруіміз керек десекші. Иә. Бізде тірі жанбыз ғой енді. Төкең жүр анау. Төкең не дейді? Нағашы жием. Ой, төкең. Не дейміз ол? Төкең. Ауыз қит. Вақтыда шығар қазір? Жоқса кетті әлді. Бүгін кетті ма? Жолы болсын төкең. Жақсы адам еді біз. Жақсы адам десеңші, адам ет демеші, тиіспеші. Төкең жақсы жер әзіл кеуіп, жақсы көтеріп. Бір боқтап алады да, не айттың дейді, ар жағында дым жоқ. Осылай жақсылап пресеп кигізу керек, е? Иә. Әдемі кигіздіңіз, е? Жұрған. Тірі жанбыз ғой бізде. Балға алайық шығып. Менің досым Жетібай ғой, танисыңдар ғой бәріңе. Әзіліміз арасқан жүр. Жәке 10 жылдан бері жатыр ғой бірге. 20 жыл қалды ма? Көп болды десе бір. Қажеге тұрайын. Қажеге тұрайын дедің? Өзгертесің ба орныңда? Давай. Қоркеңір тағына түсіп атқан балықтың түрің ға? Бұл да балық қой. Мұнан білесің ғой, жігіттер мұнан жақсы аулайтын жігіттер бар. Өзінің мамандары бар, профиллары бар, я? Енді не жібересің енді? Лақтырмайын, лақтыр жүрге болмайды ол. Енді папаңды мамаңды шақырды енді. Шаршақ па, сәл ұстамасаң. Жан кірді ғой. Жан кіріп бастайды. Дай, өн жақ кетті, қайда кеттің? Давай. Кет. Есімен сезді ғой. Теңіздің қайда екенін. Бағасын мен кетті. Міне кетіп баратыр. Бағасын біледі ғой. Күн тұманданып жатыр ма жеке? Тұман түсіп жатыр. Теңіз салқын ғой. Тұман келе жатыр міне. Тұманмен бірге балық та келсе. Солтүстік қаза. Иә, солтүстік. Боқтама. Bir minutта жеп қойғатыр ма? Иә. Онда құрттай балықтар болды ғой. Кішкентай тарашық. Тарашқыр ма? Грез ашымыз бючок қой өтіне. Бючок, иә. Бірақ сен
Осы уақытта қазір. Келіп міне ұстаған балықтар. Саламат. Кефаль балығын аулап жатыр. Ана жақтан да жігіттер тұр. Көп құрт тұрмайды? 2 минут болды сұрауды. Сосын жоқ болып келді? Жоқ, алып сала бересің 2 минут. Онда лақтырдың 2 минут күттің, алдың, лақтырдың, мына біреуін алмастыр екен. Күні бойы жұмыс жасау керек шеш. Тоқтамай жазып отырмыз оны. Шаршап та кетті құрт соңында. Кефальдің аулау сондай өзі ең. Тараш кеткенше енді шаршадық та ғой. Тараш кеткесін бір күзде жақсы болады ғой. Иә, бұйыртса. Қайсы көзілі? Мынаның лодка емес түрін салу керек та, мына қайық емес түрін бар ғой. Мына үсті TX түрі бар, ана қуан бар ғой базарда. Иә. Сол осындай міне толщинасы қалың түрі бар, қуанда. Сол әдемі тұрады ана. Қуатты. Қуат па, иә. Қуатта жақсы тұрады ана. Жағымды көрсет. Мынау желде ғой мынау, иә. Мынау волнаға, толқынға. Желде, толқында. Желде де толқында отыра береді. Сосын анадай асты бір текстив желдер болады ғой, орып тұрмайтын. Сондай жерге қолданасың мұны. Грейдаға салуға болмайды мынаны. Мынау қанша қазір грамм салма? 120 грамм ғой. 120? Иә. Ұшқан кезде мынау кедергі салмайды ма? Жақсы шығады ма? Жоқ, жақсы шығады. Ракета сияқты ғой. Кәдімгі. Шүкір ана. Точно ракета сияқты ма? Иә. Шүкір болып шығады ғой. Мыналар деген бір не қылады ғой, мынада іркейді ғой, кішкене бір домалап барады. Олай айналып. Айналады олай. Айналып бір кедергі болады. Мынау теп-тегіс дүп-түзу ғой, үшкір ғой. Мынаны қалай жасады? Мынаны Олжада баяғы бір курс болды ғой. Содан сатып алып, мына сөйтіп гипспенен формасын жасап алып, формадан сосын осыны жасап отырып. Өзің құйдың ба? Өзім құйып отырам. Базарда 120 грузин табылады редко. Бірақ Каспийде тұр 850 теңге бір штук. Каспийде бар, соны гипске отырғызып, пубагли араластырып, форма жасап алдым. Осы мен 2 жыл қолданып жүрмін ғой. Ол сатып алатын болсаң қымбат, ол да 850 теңге тұрады. Өзіңе ұнаса болды ғой. Иә, мен тут волнаға саламын мен тек мынаны. Толқында. Иә, сосын анадай асты тегіс тұрмайтын жерде болады, сондай жерге саламын осы. Тыныш тұрады да, анадай күттей тарашық болса да қозғап кете береді лискіні ана. Иә. Соған жақсы да мынау. Орында тұрады. Орында тұрады дейсің ғой. Иә. Балай алып кетпейді. Қозғалмай мына көп кіртігі мына көп болмау керек та. 4 мм-дей сондай болу керек мынадай. Негізі іліну мүмкін е? Тастың арасына мынадай груби болса бар ғой, алынбай қалады осы. Тастың арасына түссе. Иә, алынбай қалса 4 Өзінің плюсы де бар, минусы де бар десейші. Иә, ала алмай қаласың, греде лақтырсаң ғана. Қадалады. Қадалады. Осындай. Молодец. Менің қармақтарым сияқты қармақтың бәрі сық етіп салсын. Не алып кетсің е? Бір затты алып кетсің ба? Бірақ балық емес. Мүмкін. Балық десе балық қылып ұрмайды. Леске алып келетін ба еді. Леске алып кетсің ба? Біреудің павадогын алып кетсің ба? Қалып қойған. Солай ма? Жалпы алысқа лақтырып едім. Алыстан балықта келуі мүмкін ғой. Бірақ балық келетін болса. Күшке қимыл болу керек қой. Мынада қимыл жоқ қой. Тіке келатыр ма? Міне келді ғой. Шапкіме сияқты. Балық жоқ қой. Иә. Шөп па, не зато? Леске алып келетін деп отырмын. Осындай да заттар түседі. Енді қармақ болғаннан кейін ілінеді ғой. Иә, леске алып кетсің. Павадогын алдың біреудің. Екі паводок па, не паводок? Бір павадок. Біреудің павадогы сары ма? Ашқарский сияқты. Асқардікі ма, төкеңдікі ма, асқардікі ма? Ашқарский сияқты. Пышақ бар ма? Ал айтты, кесіп жібересің ба не? Кесіп жіберу керек тездетіп мынаны. Пышақ бар. Осындай павадок күн. Енді бірақ павадок тапқан адам кейді ма? Ешкімге мешать етпейді. Жоқ, ол паводок солай ғой. Мына лескі басындағы неде болса ол довязка байламайды. Довязка байламаған ма? Иә. Ау. Пышақ алып кетіп бар екен. Қолдан келсе сақтап қалу керек ме павадок? Шығардым ғой. Қаяқты мына несі. Осы жерден кесе қойыпшы. Алып қойса біреу сұрайды ғой біреу. Болды. Алып кетесе біреу сұраса бере салар. Мына қашан түскен? Мынау шірімеген көп Көп кетпеген ғой. Иә, бір Мына Асекеңдікі. Асекеңдікі айтып. Асқардікі бере салар өзі. Көрсен берем ғой. Иә. Бірден Асекең деп жаным шығып кете салады ғой. Асекең енді бәрі жақсы көреміз ғой оған. Көмек беріп жатсыз ба? Ал міне, менің заправка етіп
айтып тұрам, әне клевать етіп жатыр ғой. Қарасайшы балам. Міне, мынаны қара деп нетіп отырым. Болмасам балдар қарамайды, өзің білесің ғой. Біздер, сен білем мен. Только. Қай жерде? Әне, кішкентай ана. Ана ішінде. Ерлан, көңілі қалай? Аман. Жақсы ма? Қалай өзің? Жақсы, бір алла деп. Енді көптен бері репортаж жаңа жасаған жоқпын ба? Кеше жетеуін алдық. Кеше ана жақта осырып та болды. Иә, естіді ме? Осырып шаршатады бірақ. Қаланың Суда бәрі шулатты ба? Бүгін мияқтан құрт қазып көшеге. Мен мына черін бүйтіп ұстап отырдым, судың ішінде отырып. Судың ішінде сөйтіп беріп отырдыңыз ба? О, енді нағылам енді, басқа отыратын жер жоқ. Сосын мен жақы чербен дайындап отырмын. Мына келіп балам келеді, ішінен алып нетеді, қолыма алып беріп. Салып алады дейсіз ғой? Иә, неде нақатам ұрып тұр үстіме, шақырдар. Ұрды, Ерлан. О, папаның керегі. Мен айтпасам айтам ғой. Жақсы, әдемі ұрды. Ал Ерланның, менің шәкірттерімнің балық шығару сәттер, міне. Осыда кезде толқиды ғой, шығып кетеді ма, шығып кетпейді ма деп. Қармақтарымыз да бірдей екен. Міне, әдемі келді. Мейлі, қой. Көңілге қалып отыр енді, Ерлан. Әдемі ма? Балық түсіп атқаннан кейін шеш. Балық түсіп жатыр міне. Бүгінде 7-ші балық мына осы. 7-ші балық па? Ой, молодец. Жақсы болды ол. Демалыс дейтін теңіз жағада әдемі ғой. Өзі секір ойнайды. Жасылмен де салып жатырсыздар ма? Жасыл жоқ, бәріне түсіп жатыр. Мен заправщик. Заправщик дейсіз ба? Заправка жасап беріп тұрасыз? Иә, мынаны енді заправка етті ғой бір адам. Дайындап отырам. Ерлан лақтырады. Осы жама, иә. Тұра берсін, дәл сол жерде. Анан қара. Үй, ойла. Тұр, енді асықпа. Бір азмас тұрсайшы. Біреуін жеген шығар енді. Бар, дайын. Менің досым. Үндемей ғана біздің сая көкең қуанның алып кетті қараңдар. Шығарып жатыр. Жүріс көрініп тұр ғой. Толқып келатыр, шығып кетпесін дейді. Бағалға көрініп бастады. Әне толқып тұр, аман сен шығарсам дейді. Бағалға тарсылдап келатыр маяқта. Балық жақсы тұр бүгін. Мен алдында килікілініп кетір. Килікісі бар алдында. Килікі әлі өрмеге атыр ма? Үлкен болды ғой. Міне екі балық шығарды. Дуплет деді оны. Міне біреуі тарашка, біреуі. Қойке, қолында біраққа жігіттерге бейтіп қой, қойке. О, осылай қап. Красавчик. Қандай тарашка ма? Тарашка дейді, бол дейді. Қайсы тұршы, әке? Бұны не деп айтамыз? Білмеймін.
кішкентай екен. Давай сен түспе. Тайдай. Міне біздің жас балықшымыз. Шарпкат. Өзім құлап қалсам, не? Кипа шығарып жатыр, Ал. Міне? Менің шәкіртімнің шәкірт. Немереңіз ба? Қолыңды алып кел. Ал. Жақсы балықты аулай бер. Қазір каникулдың уақыты. Дұрыс қой. Шеше көрген том пішер, әке көрген оқ жонар деді ғой. Папасы мен атасына қарап жасап атқаны ғой. Дұрыс. Қиналмай шығарды ғой. Ал құрметті көрермендерім, осымен бүгінгі балық аулауды аяқтаймыз. Бүгін балық әлі тұртып жатыр. Осы уақытқа ішіміздегі чемпионымыз Ерлан, менің шәкіртім 8 балық шығарды. Қалғандар 4-еу, 5-еу, 3-еу, 2-еу, 1-еу, барлығы да балықпен қайтып бара жатыр үйлеріне. Қайтып бара жатқан жоқ, мен кетіп бара жатырмын үйге қарата. Қалғандар әлі аулайды. Сол қолдарыңыз бос болса, келіп ауласаңыздар болады. Жаздың күні, күн ыстық демесеңіздер абайлаңыздар. Өздеріңізді күтіп, бас киімдеріңізді киіп, күннен қорқатындарыңыз, күннің сәулесін қорғанатын киімдеріңізді кисеңіздер болады. Бүгінгі аулап атқан жеріміз Сайын Шапағатов ауылы. Жаңа жолды көрсетіп өттім барлығыңызға. Мені тек жақсылықта келсек, жазылуды, комментарий жазуды, лайк, дизлайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.